Ауылымыз шөлейтті жерде орналасқасын ба, біздің жақта адыраспан көп өседі. Баламыз ғой, түйнегін жіпке тізіп, моншақ жасайтынбыз. Бұл қалпымызды үлкендер көрсе ұрсатын. Адыраспанды бей-берекет жұмсауға болмайды деп тыйым салатын. Жолғызбағалы былай тұрсын, өсіп тұрған адыраспанның үстінен бастатпайтын. Бала кезде шыбын-шіркейден қорғану үшін де бықсытып адыраспаннан түтін жасайтынбыз. Ондай кезде адыраспанды әжем үнемі маған жылдыртатын еді. Оның себебі адыраспанды ойы таза ер адам жұлу керек деп түсіндіретін. Оны жұлар алдында жақсылап дәрет алып, сосын ассалаумағалейкум адыраспан, бізді сізге Омар Оспан жіберді деп жұлуды бастайтын едік. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Біздің еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді сіздер үшін пайдалы ақпараттарды көп беруге шабыттандырады. Мұның сырын сұрағанда, үлкендер адыраспанға Мұхаммед оған Алланың салауатымен сәлем болсын деп дем салған деседі. Адыраспан ұлы өсімдік. Біздің қазақ адыраспанды киелі өсімдік деп санайды. Адыраспанның киесі, қасиеті оның дертке шипалығында. Адыраспанның ұлы өсімдік, адыраспанның сабағы, жапырағы, тіпті оның түтіні де шипасы бар. Мәселен, адыраспанның өзіндік иісі бар, және де мал жеуге жарай бергенімен кәсіптік маңызы да бар. Адыраспаннан көптеген жұқпалы аурулардың кейбіріне қарсы препараттар және де дәрілер алынса, ревматизм, тері және де қышыма ауруларын емдеуге халық ертеден пайдаланып келеді. Адыраспанды қайнатып, сол сумен аяқ-қолы сырқыраған адамды денесін буласа сақ тыйылады екен. Мұрынға суық тигенге қарсы осы адыраспанның суымен, буымен емдеген екен. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілер фармакологияда қолданылып келеді. Мұндай дәрілер қабынудың алдын алу, зәр айдауда, ішек құрттарын өлтіруде, қызыл иектің қызуын тежеуде, іш ауруын жазуға көмектеседі. Адам ғана емес, адыраспан жан-жануарларға да ем екен. Малдың қотырын бұрын адыраспан қайнатпасымен емдеген екен. Дала жануарлары да дерт меңдеген кезде адыраспанға аунап жазылатынын үлкендер айтып отыратын еді. Адыраспан шөбінің қайнатпасы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатын басып, оны асқындырмайды. Тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады екен. Адыраспанды тас шөппен, қараңғыз тамырымен қосып қайнатады да сегіз көз, құймышақ ауруларын емдеуге қолданады. Бұл ауруды емдеген кезде жоғарыда қайнатындыны сумен бірге шөбімен белді бууға жақсы нәтиже беретіні байқалады. Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында бәле жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге, керегеге іліп қояды. Ал жаңа үйге кірер кезде босағаны жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандармен тазарту үшін адыраспанның бір бунағын отқа салып, тұтатып, үйді адыраспандайтын болған. Сондай-ақ адыраспанды у ретінде қолданған. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны
жауынның ұлтарағына жазып, бірнеше күннен соң адамдар өле бастаған. Ұлт азаттық көтеріліс кезінде де батыр шешен Сырым Датұлы осы Адыраспаннан өлген деседі. Сырым Датұлының үзеңгісіне Адыраспанды жағып қойған екен. Оны білген Сырым Датұлы аяғын тізесінен шауып тастауды сұраған. Бірақ оған ешкімнің батылы жетпей, Сырым Датұлы осылай қайтыс болған екен. Адыраспан туралы шариғат не дейді? Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермеген. Өлімнен басқасының емін тек қана зерттеуші біледі. Оны надан адам білмейді деп айтқан екен. Адыраспанға көнеден бері тәжірибелер жүргізіліп, ем ретінде қолданылып келеді. Оған ата-бабамызда кіретіні сөзсіз. Алайда Адыраспанда ерекше бір тылсым күшіне ие екеніне сенуге қатаң түрде тыйым салынған. Жоғарыда айтқанымыздай, әр дерттің шипасы бар. Егер дәрі ретінде сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны. Сондықтан да өзін мұсылманмын деп санайтын кез келген кісі шипа тек бір Алладан келетінін естен шығармайды. Адыраспан не үшін киелі? Адыраспанды біздің қазақ киелі өсімдік деп түсіндіріп жатады. Қазақ халқы кейбір өсімдіктерді де киелі деп біледі. Соның бірі Адыраспан. Халық оның емдік қасиетімен қоса киелілігін мойындап, түтінмен ластап үйге іліп қояды. Адыраспанды киелі деп санағандықтан жинайтын кісі дәрет пен таза күйде Аллаға құлшылық жасап жинайды екен. Қазақ халқы қаншама қиын тағдырды бастан кешіргенімен киелілік туралы ұғымды ешқашан естен шығармаған. Оны керісінше ұрпақтан ұрпаққа жоғалтпай жеткізіліп келіп отырған. Бұл қазақ дүниетанымының ерекшелікті ұғым ретінде қалыптастырғанының белгісі. Кие деген ең алдымен құрмет. Бабаларымыз ең алдымен кие деп атау арқылы жан-жануарларды, өсімдік әлемін сақтауды бізге аманат етіп тапсырған болатын. Ем болсын. Сіздермен бірге болған дертке шипа арнасы. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ауырмаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.